Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ұйқы безі жайлы әңгіме қыламыз. Яғни со панкреатит ауруына емдік шөп дәрі дайындаймыз. Көбінесе қатты ауырсыну сол жақ қабырға астында және асқазан аумағында пайда болады. Белде және арқада болуы мүмкін. Немесе бүкіл денені қамтуы мүмкін. Мұндай ауырсыну әдетте жедел панкреатит деп аталады. Мен сіздерге қандай шөп дәрі дайындайтынымды көрсетемін. Бізге шашыратқы шөбі керек болады. Шашыратқыны білесіздер ғой, қазақша шашыратқы деп аталады. Мен де осындай гүлдерімнің арасында өскен, тұра берсін дедім. Астына су құйып, мен сіздерге бүгін дәрмек қылып дайындап көрсетемін. Бізге шашыратқының тек қана тамыры керек. Панкреатитқа ғана тамыры керек. Басқа мынандай жоғары нелердің гүлдері басқа ауруларға ем. Бұл әсіресе сахарға, организмде қандарды сұйылтып береді. Яғни жаңағы айтқанымдай, бұның тамырын жақсылап тұрып жуып аламыз, жуып алдық. Бізге енді бұмен бірге бессмертник, яғни салаубас шөбі керек болады. Мен қазір бұны аптекадан алып келдім. Бұның иісі деген бір керемет. Біздің огородте көбінесе өзім шөп дәрілермен айналысқаннан кейін огородте осындай шөп дәрілер бессмертник несі көп, гүлі де бар, жетеді. Бірақ әлі дайын болмағандықтан мен аптекадан барып алып келдім. Бізге керек болады 200 грамдық бокал. Менде қазір 400 грамдық бокал, бұның жартысына істеймін. Бір қасық, кішкентай қасықпен бессмертник гүлі, сосын шашыратқының бізге тек қана тамыры керек болады, жаңағы айтқанымдай. Тағы да қолмен екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп тастаймыз. Сосын оның үстінен қайнаған су құямыз. Қайнаған су құйғаннан кейін бұны 15 минутке тұндырып қоямыз. Бұл көбінесе ұйқы без ауырсынған кезде асқазан қыжылы, құсу, қатты ауырсынғанмен бірге осылар жүреді. Қайта құсу, кейін қыжыл, изжога деп жатамыз ғой, ойбай, мынау несі изжога болып жатыр деп. Осы изжога әсіресе ұйқы без ісінген кезде пайда болады. Қараңыздар, бұны 15 минутке тұндырып қойдық. Бұны аламыз да ситамен сүзіп алып, кейін ары қарай несін тастап жібермеңіздер. Бұл бір күнге жетеді. Қазір мен азанға дайындап отырмын, ашқарынға дайындап отырмын. Бұл қалғаныны кешке туры осылай қылып дайындайсыздар. Қараңызшы, реңін сап-сары напитка сияқты. Мен де күйеуім ұйқы безі ісінген шамалы, соған беріп жатырмын. Азанда бір, кешке бір ішесіздер. Ашқарынға ал, ас болсын, ем болсын, емделіп шипа табыңыздар.